Балалар, қазақ тілі 3-ші сынып 22-ші сабақ. Тақырыбы қыстырма сөздер. Алдында өткен болатынсыздар балалар. Өлеңді мұқият тыңда. Жақсы мен жаман. Жақсы деген немене? Әдеп пенен өнеге. Үлкендерді сыйлауың, ақыл сөзін тыңдауың. Жаман деген немене? Жаман деген жақсы емес, жей қоятын тәтті емес. Жақсы істерді көрмеуің, кішіге көмек бермеуің. Яғни өлең не туралы екен балалар? Өлеңді жақсы мен жаман туралы екен. Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Жақсы мен жаман қылықтар туралы топта талқыласыңдар. Талқылау барысында қыстырма сөздерді пайдаланыңдар. Сыныпта да кім қандай жақсы мінездер көрсетеді, жақсы істері мен көзге түсіп жүрген балалар да бар шығар. Үлгі. Меніңше үлкендерді сыйлау жақсы қасиет. Шынында да ақыл сөзді тыңдау керек. Рас, жақсы істерді көрмеу қателік. Меніңше кішіге көмек бермеу жаман әдет. Неке біз қыстырма сөздерді құрастыра отырып, пайдалана отырып сөйлем құрастырдық. Меніңше, шынында да, рас, меніңше деген осындай қыстырма сөздер бар екен. Әрине бала үлкендерді сыйлау керек, құрметтеу керек, орын беру керек, көмектесу керек. Бұл енді үйде де сендер ата-аналарыңа, ата-әжелеріңе, туысқандарыңа үлкендерді меніңше құрметтеп сыйлап жүргендерін байқауға болады. Мақалды жатқа жаз. Жақсы сөз сүйіндіреді, жаман сөз күйіндіреді. Егер де жақсы болсаң, сенің барлық айналада қоршаған адамдарда, ата-анаң да, отбасында бәрі қуанады. Ал енді жаман сөз айтып, жаман әдеттер көрсетсін, әрине бұл өте қателік, және бұндайды істемеуге тырысыңдар. Тек қана жақсы ойлау керек. 14-ші жаттығу. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгіні қойып, көшіріп жаз. Бұл жерде қыстырма сөздер қай сөйлемнің қай жеріне келгенін анықтайық. Ол шынында да жақсы бала, шынында деген қыстырма сөз ортасында келіпті, яғни алдынан және соңынан қойылады екен. Рас, ол өте көп біледі. Рас дегеннен кейін түр қойылады, сөйткені сөйлемнің басында келіптір. Бұл тапсырма орындамағансың сірә дегенде сөйлемнің соңында келіпті, сондықтан сұрақ белгісін қоямыз. Міндетті де түр қойылады екен. Енді жаңағы сөйлемнің сұрақтарына жауап берейік. Бұл қыстырма сөз, өйткені сөйлем мүшесі бола алмайды. Қыстырма сөздер сөйлемдегі басқа сөздердің ерекшеленіп айтылады. Сонымен қатар қыстырма сөздің ережесінде еске сақтап алайық. Шығармашылық үзіліс. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Адам көп екен. Кезекте тұрғандардың арасына кимелеп кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдіріп Бауыржанға жаратпаған кейіп танытты. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Бауыржанның орнында сен болсаң не істер едің? Балалар, сендер де асханаға барған кезде кезекке тұруды ұмытпаңдар. Бауыржанның орнында болсақ, мұндай жаман іс-әрекетті жасамас едік. Балалармен бірге өз кезегімді күтіп тұрар едім. Тәртіпке бағынған құл болмайды деген осыдан қалған екен. Бүгін балалар қыстырма сөздердің ортасында, басында, сөйлемнің және соңында келгенін анықтадық. Ережесін тағы да еске түсірдік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.